Кафеге бәріміз бардық. Әбден көңіл көтердік. Би, неше түрлі сусындар, барлығы бар. Басым айналып тіпті өңім бе түсім бе деп түсінбей жүрмін. Бір нәрсені байқап қалдым. Ақбөпе мектеп директорының ұлымен жүреді екен. Ал Әйгерім соның ең жақын досымен. Олар 11-ші сыныпта оқиды екен. Қалған 4 қыздардың жігіттері қалай ауыстыратын көрсеңіз ғой. Мен де қалсам ба деп биге шақырған жігіттермен билеп, номерімді сұрағандардың бәріне номерімді беріп тастағанмын. Одан ертеңіне түнмен ішкен адам құсап, қисалаңдап әрең келдім. Қыздар маған қарап күліп, әлі-ақ үйренісіп кетесің, балмұздақ деп мазақ қылды. Келе-келе айтқандарындай-ақ үйренісіп кеттім. Бірақ оқу жайына қалды. Олар оқуды қатар алып жүреді. Үшеуі озат, үшеуі олардан көшіреді. Содан мен де оларға жармасып, қалып кеткен жерлерімді көшіріп жүрдім. Ол бақытты күндер ұзаққа созылмады. Ата-аналар жиналысы болатын болды. Қыздар маған бұл ситуацияда саған көмек бере алмаймыз деп ашығын айтты. Түнде терезеден қашып, таңға таяу періштедей келіп төсегіме жата салатын менен анам мұндай нәрсені шығады деп ойламаған да шығар. Мектеп еден жуып жүрген анама барып, ата-аналар жиналысы болады екен деп мұғалімнің айтқанын жеткіздім. Ал енді бүгін мені соғыс күтіп тұрған еді. Түсте оқудан қайттық. Анам жұмыстан сағат 5-терде келеді. Үйді жылан жалағандай етіп, сыныққа сылтау болмасын деп жинап қойдым. Көп күттірмей анам да келді. Ашулы, сезіп тұрмын. Кішкентайымнан бір жерді шалыспассақ, көсеумен қуалап жүріп ұратын анамды көріп тұрмын. Не болса да кінәлімін. Бірақ бір ұрарда қояр. Не болар дейсің? Анам келіп сырт киімін шеше сала, иттің ғана қызы, мені бүкіл жұртқа мазақ қылдың. Басқа сыныптастарың сияқты жүрмейсің бе? Жадыра сияқты жүрмейсің бе үндемей? Сабағыңды оқып жүруге болмай ма? Көрсетемін саған ұрланып қашқанда, айуан жексұрын деп таяқтың астына алды. Соңында анам жылап қалды. Мені масқара қылдың ғой қызым. Мектептегі еден жуушының қызы қаңғырып жүр екен деген сөзге қалдырдың ғой. Сол дұрыс па енді? Қайта оқуда үздік болып, марапаттап, жағдайы нашар болса да, үздіктердің қатарында деп айтса қайнекей жұрт деп еңіреп жылай берді. Мама, кешіріңізші, бірақ қазір біз жаспыз, әбден барлығын көріп қалғанымыз жақсы емес пе? Неге сонша жылайсыз? Сіздің кезіңізде бұндай болмаған, сондықтан сізде іште өкпе реніш қалып кеткен дедім, бәрін білетіндей мен. Анам одан сайын ашуланып, санасыз, неғыл деп отырсың оттап деп қуалай ұра бастады. Ертеңіне мектепке бардым. Қыздар кәдімгідей жүр. Жандарына барып, сендердің мамаларың ұрмады ма деппін сасқаннан. Қыздар күліп жіберді. Сөйтсем үшеуінің шешелері мұғалім, ол мүлде естен шығып кеткен. Ал үшеуі шешелерімен ым-жымы бір. Ақбөпенің жігіті директордың баласы. Әңгіменің бас аяғы сол екен. Мені сынапты. Анасынан бір жақсылап таяқ жеп алсын депті. Енді мүлдем олай болмайтын болды. Себебі араларына қосылғандықтан мен не десем де дұрыс. Осылай жүріп 9-шы сыныпты бітірдік. Сыныбымыздан жылап жүріп Жадыра колледжге кетті. Тағы бір қызбен бір ұл кетті. Тек осы 7 қызбен ұлдар қалдық. Ішіміз пысқанда Жадыраға тиісуші едік. Ол да кетіп қалды. 10-шы сынып басталды. Күнделікті сабағымызға барып келіп жүрміз. Соңғы сабақ дене шынықтыру болатын. Сабақ бітіп гардеробқа киімдерімізді алуға келсек, Ақбөпенің сумкасының арты қалтасында 500 теңгені байқап қалдым. Жанына келіп, басқа әңгімеге тартып ақшасын алып алдым. Солай өз сыныбымнан да, басқа сыныптардан да ақша жасап жүрдім. Бұл не деген рахат екен. Барлығы қанша тыраштанса да, ұрлықшыны ешкім таппады. Бірақ мен ұрлықшы емеспін. Жай ғана ала салдым. Қыздар өзге сыныптан да ұрлық шығып жатқан соң менен күдіктенген жоқ. Кейін 1-ші тоқсан бітіп демалысқа шықтық. Демалыста анам бізге қалған оқу құралдарында алыңдар деп ақша беріп ауданға жіберді. Сіңілім мен інімді ертіп, анамның берген ақшасына оқу құралдарын алдық. Ал менің ақшама оларды әбден қыдыртып, тәттілерін алып әбден тойып қайттық. Үйге келе жатқанда оларға мамаға ешкім еш нәрсе айтпаңдар деп жалбарынып келдім. Сол уақыттарда әкем көп ішетін болды. Құдайдың құтты күні ішіп келетін. Әйтеуір 11-ші сыныпқа да аяқ бастық. Мен сұғанақтығымнан әлі арыла алмадым. Бітіретін уақыт болғандықтан өзімізше масаттанып әркіммен бір сөйлесетінмін. Қыздармен арамыз алыстап барады. Мүмкін мен туралы бірдеңе естіген болар. Мектепті бітіргенде сонда да олардан қалмайын деп анама жалынып жүріп форма тіктірттік. Түлектер жиналатын мерекелік кеште бір әпкемнің көйлегін сұрап алдым. Барлығы ойдағыдай өтті. Мәз мейрам болып мектептен де қоштастық. Арада 2 ай өтті. ұбт-ға қатысқан жоқпын. Қатысқан болсам 0 ұпаймен аламын. Содан ауылда тойханада біраз жұмыс істеп жүрдім. Ол жерден де біраз жігіттермен сөйлесіп тастадым. Қыркүйек айы
Күз келіп күн суытып жатыр. Ауылға бір Геленвагенмен аздап сақал қойып алған жас жігіт келді. Оған бірден көзім түсті. Ол да мені ұнатты ма, телефон номерімді сұрады. Екеуміз біраз сөйлестік. Күндердің күнінде кездесуге шақырды, кафеге алып барды. Аштан келгендей бәрін опырып жатырмын. Ол маған қарап мәз. Екеуміз бір-бірімізді қатты ұнаттық.